Так, қайырлы таң жолдастар. Біз жаңа ұйқыдан тұрып заправкамызды жасап алдық. Тамақтануға керек жарақ заттар алуға кетіп барамыз. Өйткені біз баратын жерде тамақ магазин деген нәрсе жоқ дейді. Алдын ала дайындалып бармасақ ашып қаламыз. Мына кафеге сен тоқтап едім, жабық екен оны. Жаңында смол бар екен, смолға кіреміз. Лапша аламыз, срочно тиісі жеп кету керек кезде көмектеседі. Біреу пока жетеді. Так, заттарымызды холодильникке салып алдық. Енді Қалмай деген бір ауылға жолға шығамыз. Бисмилля деп. Жолда тамақ ішетін кафе болса, тоқтап тамақ ішіп аламыз. Мына продукты енді сол жүктейтін жерімізде жаңа жатып қалсақ, документ дайын болмай қалса, сол жерде тамақтанғаннан алдық. Алдымызда бар шығар енді бір кішігірім столовый бар. Примерно бір 70-75 шақырымдай жүреміз. Астана күшті болып тұр, бүгін 7,5 градус жылы. Бәрі еріп жатыр, қарлардың бәрі. Ауылдардың арасымен өтіп барамыз. Не только кафе, магазин жоқ қой. Банкетный зал дейді. В принципе, барғанша тым таппайтын сияқтымыз. Так, біз Қарағанды облысына кіріп кеттік. Қарағанды облысына жатады екен. Айдала кетіп барамыз. Қарағанды облысының жолы сәл жақсы екен, Ақмола облысына қарағанда. Мына жақ уже салқындап 0 градус. Так, осы ауылдан тиеді екенбіз. Тиегенде бірақ бірінші күтуіміз керек екен хабарын. Нақты осы жақтан тиеміз ба, или басқа жақтан тиетінімізді. Енді оңға бұрып осы жерлерге тоқтай тұрамыз. Егер басқа жақтан тиетін болсақ, ауылдың ішіне кіріп, кейінгі бір жерден разворот алып, сонымен қайттан шығатын боламыз. Трассаға қарай. Трассаның бойында тұратындай орын жоқ. Қардың бәрін күреп тастаған. Жолдың шетінің бәрі қар болып тұр. Оның үстіне жұмсақ болып тұр. Батып қалуымыз әбден мүмкін. Так что осылай қоя тұрамыз енді. Басқа вариант жоқ. Так, бізге сол Нұра деген ауылға бар дейді. Соны артпен шығып бара жатырмыз. Анда уже фуралар тұрып қалды, разворот жоқ сияқты. Соны артпен трассаға қарай шығып, соны ары қарай жол жүретін боламыз. Артпен әрең шықтық қой құрсын. Тайғақтап. Енді Нұра деген ауылға кетіп барамыз. 24 километр. Так, Нұра деген ауылға келдік. Қайсынан оңға бұрыламыз? Кольцодан оңға бұрыламыз. Грузовой запрещен знак бар екен. Қайттан разворот алып, ар жақта. Маршрут перестроен. Сол жол. Круговое движение, 3-й съезд. Ой, мынау қақылдап қоймай қойды. Ар жақпен кіріп көреміз енді. Так, бізге мына көшемен солға кету керек. Бірақ мына грузовой запрещен знак тұр. Қалай істейміз енді? Біздің біраз ар жақта светофор бар, содан оңға қарай кетуіміз керек.
пятитонник анда 8 тоннаға дейін деп тұр. Мына такси екен да, сұрағам ғой, братан қалай жүрсіңдер? Жүр, менің артынан жүр, өзім жауап берем дейді. Сонымен кетіп барамыз енді. Аға, грузовой запишем өтсем, жүр деп айттым ғой дейді. Өзім жауап берем, қорықпаса шыдап қояды. Ана жердің қарлары тазаланбаған, груженый болсаң спокойно шығасыңдаршы. Пустой қалай шығасың? Ана көкеміз базар жоқ, ақшасын берейін десем алмай қойды. Кай тоқтатса, Дукан кім деп айт дейін, Дукаға келгем деп айтсаң болды дейді. Базар жоқ. Мақта көкеміз. Мына жерде сәл тұрып қалғанымыз болмаса. Жүктейтін орнымызға келдік, бірақ блин, тұрып қалған ба деп уайымдап тұрмын. Қайда қоярым білмей тұрмын, бас қатып тұр үшін. Пока баллон суытып жүргенді. Алдық артқа. Бес адам салмағымызды өлшедік. Аллаға мыңда бір шүкір, жолымыз болып. Короче, бүгін тиетін болдық. Анда кейбір машиналар 8 күн жатқан үшін. Әрең дегенде тиеген. Сондай машиналар көп екен. Біз қайта жолымыз болып. Тиіп кеткелі жатырмыз. Енді мына жердің сәл осындай мұз жері болмаса, сәл тұрып қалғанымыз. Аллаға шүкір жолымыз болды десек те болады. Артын ашып дайындық қойдық. Артымызда бір машина бар, сол қазір жылжиды. Жылжыса соң орнына қоямыз. Бүгін тиеп тастаймыз, ала бұйыртса. Бебек мешокпен толтырып, осылай атап жақсылап байлап аламыз. Пока екі ремен қойып қойдық. Анда ремендерімізді жинап қойдық. Артып болғаннан кейін жақсылап байлайтын боламыз. Базар жоқ, осынша тетті да, болды деді, короче, жұмыс уақытын бітті деді осыны. Ертең дейді ол қалғанын. Енді десім, жат енді дейді. Елінің мүсіні бар екен. Қашық білек. Так, магазинге кетіп барамыз. Мына кеше мен ұйықтап жатқан кезде, жолдың жерде тұрғанда, мына екі машина болған етін. Оң жағымда стоянкада тұрған етін. Таңертең маған звондап обедте келе бер деген дұрыс болған екен. 5 тал бек теп қойдық, енді таңертең ерте қалғандарын теп тастасақ. Ала берсе. Ертең кешке ма, или ертең ар күні ма документ дайын болса, сонымен ары қарай Қытайға қарай кетеміз. Қытайдың Бақты деген шекарамен өтеміз. Так, жолдастар, құжатымыз бүгін ғана дайын болды. Кеше таңертең жүктеп болған болатынбыз. Алдың күні кіріп бір күн жаттық. Бүгін тағы бір күн жаттық үшін. Қазір жолға шығамыз. Біз алдында грузовой запишумен кіріп едік, осы үйтсек, мына жақта жол бар екен негізінде. Грузовоймен кіретін. Сол жолмен шығуға кетіп бара жатырмыз. Сол жолмен шығып кететін боламыз бұйырса. Так, механикаға салып алдық. Бір қалыпты газды басып ұстап отырамыз. Жол мынандай. Тұрып қалмау үшін. Тұман басталды жода. Күндіз ұйқыны аямай ұйықтап алдық бар ғой.
бұйырса енді түнімен жүріп Павлодарға ма жетіп алу керек. Алла бұйыртса Павлодарға жетіп алып Павлодарға бірақ ұйықтау керек. Страшно туман болып тұр. Абайлап жүру керек еді. Светофордан оңға бұрыламыз. Так, жолдастар, трассаға шықтық Астанаға қарай. Жол тұман, енді жайлап ақырындап кетіп барамыз. Алла бұйыртса, аман есен жетейік. Біз 22 тонна софл ма? Қандай? Орысшасын ұмытып тұрмын. Сондай зат тиедік. Оны Қытайға апарамыз. Экспорт Бақты деген шекарамен Қытайға кіретін боламыз. Алла бұйыртса. Бақтымен қалай өту керек, не керек, соның бәрін айтатын боламын бұйырса осы видеода. Так, Астанаға кіріп келе жатырмыз. Астанада тұман болып тұр. Алдымызда пост бар. Осыдан өтеміз. Көреміз, тоқтатама, тоқтатпай ма. Постқа да келіп жеттік. Ешкім жоқ та поста. Әші тоқтататқан. Жоқ, өкінішке орай ешкім тоқтатпады бізді. Заправка жасаймыз. Кармашқа кіріп автомобиль дайындап алайық. Заправка жасап жатырмыз. Так, Объездойға шықтық. Павлодардың трассасына шыққан кезде комплекс заправка бар. Сол жерден тамақ ішіп алып, әрмен қарай жол жалғастыратын боламыз. Астана, Ақмола облысы кәдімгідей тұман, бүкіл жер тұман дейді ғой. Заправкамызды жасап алдық. Почти полный бак жасадық. Бак толды. Так, біз Объездоймен кетіп барамыз. Астана қаласына. Павлодардың трассасына шығып, комплекс заправкадан тамақтанып, әрмен қарай жол жалғастыратын боламыз. Ұйқыны қандырып алғанбыз, күндіз ұйықтап. Так, жолдастар, комплекс заправкаға келдік. Осы жақтан тамақтанып алып, әрмен қарай жол жалғастырамыз. Оның іші де оңып тұрған жоқ екен. Быт болып жатыр мұнан бәрі, ё-майо, әрең дегенде тоқтадық, тамақтан алайық. Бір пакет мусорымыз бар, алдына тамақтанған, соны лақтырып тастайық. Осында. Сосын самса немен? Самса етпен тауық бар. Тауықпен біреу бере саңыз, е? Бисмилля, ас болсын. Аллаға шүкір, қарнымызды тойдырып алдық. Ақырын жүріп енді Семейге, Павлодарға жетіп алсақ, Алла бұйыртса. Асығыс жоқ, күндіз ұйықтап алғанбыз. Ақырын асықпай жүріп отырсақ,
тем более қазір тұман, қатты жүруге болмайды. Тұман қатты болып тұр. Негізі осы Астанадан біраз алыстасақ 100 километрден ашылу керек. Қарны ашып кетті, хот-дог алып әрмен қарай жол жалғастырайын деп жатырмық. Так, жолдастар, біз Павлодардан өтіп кеттік, 50 километрдей өттік. Ұйқы келіп кетті. Ұйықтап демалып, ұйыққаннан кейін ары қарай жол жалғастырамыз.